Assalamualaikum dostlar. Sizlerle birlikte Alder kanalı. Bugün videoda dostlar biz için Black Rush oynayan жалғастыратын боламыз достар. Бүгін videoda ya dostlar көріп тұрғанда бүгін біз ватчаға кіретін боламыз. Ватчаға кіріп ақша табатын боламыз достар. Ya достар. Видеоны ұнатса лайк басып каналға жазып өз комменттеріңізді қалдырып кетейік. Ал біз бастайық. Ya достар, мындай үйдің ішіне шықтық біз. Бұл не кімнің үйі десеңіздер достар, короче, мен ойында бір дос баламның үйі. Короче, сонымен бірге тұрып жатырмын пока мен достар. Және де мен достар өздеріңіз көріп тұрғанда үстінде скин және рюкзак анау бар достар. Және де менің қазіргі уровень 5-ші уровень достар. Шығып келе жатырмын, жерден шығамын және де осындай орда тұрамын достар. Короче, бұл қай жер десеңіздер, бұл мына Нижегорск жақ, короче, достар. Өте картаның шет жағында, алыс жақта, короче. Так, біз ватчаға бару үшін өзіміздің астымызға машина алайық. Қазір достар, мен сіздерге өзіміз жаңа машинаны көрсететін боламыз. Соны алып алайық. Мен үй жаққа оны парковать етпеген сияқтымын, короче. Достар, мына көріп тұрғанда менің астымда қазір Запорожье емес десятка достар. Бұл десятканы қалай алдым десеңіздер достар, мен дейтін общем перекосты мен айналысып, короче, осындай машина тоқтап қалдым. Жалпы мен бұның алдында ләм болған. Менің ләмнің бәрін, короче, слетить жүрін достар, газикке апарып, в общем, бәрін құртып жүрдім. Қазір мен қолымда осыншама ақша қалды. Жалпы не қате жасап жібердім. Я достар, оның орнына күшті бір машина ма или басқа үй ма бірден қарауға болатын еді достар, короче. Қазір біз дейтін бірінші военкоматқа барып, тесттен өтіп кіріп алатын боламыз. Сосын біз военчестқа баратын боламыз достар. Ватчаға кіру үшін сіздерге керек ол медсправка және права керек достар. Менде оның екеуі де бар. Медсправканың алдында 5 мыңға сетіп алдым. Короче, ол үшін больницаға барасыздар және медсправка тұрған жерге барасыздар. Забрать етесіздер және сіздер оны 10 минут күтесіздер. Содан кейін дайын болады. Короче, 10 минуттан келіп кері алып кетесіздер достар. Ал бірінші біз военкоматқа жетіп алайық, сосын жалғастыратын боламыз. Так достар, міне біз өзіміздің военкоматымызға келдік және де бұл военкомат Батыровода орналасқан достар. Короче, ішіне кіретін боламыз. Военкомат және бұл жерде адамдар өтіп жатыр екен және отдел кадров дейді. Короче, осыған келеміз де мына саусақтың кнопкасын басатын боламыз және бізге керек нәрсенің бәрін көрсетті. Короче, достар, мына жерде тесттен өтіп тастайын, военкоматты өтіп тастайын және кіріп алайын, сол кезде кездесетін боламыз достар. Так достар, короче, біз дейтін казармаға келдік. Мен ана тесттен өтіп тастадым. Так, рабочий одежда киіп алыңыз дейді. Так достар, мен оны қайдан киемін достарға тауып алайық кездетіп. Достар, короче, мен киімді жақтан киеді екенмін. Так, рабочий день, вы нашли свой рабочий день дейді. Короче, достар, жаңағы не дежурствоға баратын боламыз жаңа тұрған адамға. Так, былай барамыз, былай. Так, короче, міне достар, короче, осыған дежурныйға келеміз. Дежурныйға келгеннен кейін рядовой дейді. Короче, бұны бірдеңе өту керек бізге де. Задание в организм пройти тестирование дейді. Короче, тесттен өтетін боламыз достар. Так достар, осылайша біз дейтін екінші звание алып, ефрейтор болып, форма киіп алдық, аксессуарын бәрін шешіп тастадық. Өйткені аксессуармен жүруге болмайды достар, военный формамен. Так, және біз қазір бірінші задание баратын боламыз. Бірінші задание бізде ол қайда? Бірінші задание ана щитіне бару керек екенбіз. Мына достар, менімен бірге біршама адам келе жатыр. Осылайша бірінші жерге точкаға келеміз. Келдік. Соларға отырып алатын боламыз. Енді жаяу келдік, машинамен қайтатын боламыз достар. Кеттік. Так достар, короче, осылайша келіп қалдық біз. Жаяу барып машинамен қайттық, өте керемет. Так, дежурствомен сөйлесті. Короче, дежурствомен сөйлесетін боламыз. Так, келдік. Так, тағы не істейсің? Біріншісін әкеліп тастадық, екіншісін әкеліп тастадық, үшіншісі. Короче, достар, осылайша ақша табатын боламыз. Так, төртіншісі және бесіншісі мына жерге достар баратын боламыз кері. Және задание в организации. Біз бұны орындап тастадық және екінші задание алатын боламыз достар. Екінші задание бізде ол қазір көретін боламыз. Так, бастады. Екінші задание бізде қанша секунд? 595 секунд беріп тұр достар. Короче, бұны қазір көретін боламыз. Так, бізге пока ештен керек емес. Және біз қазір опа, біздің бәрін ұстау керек екенбіз. Так, опа. Короче, осы көріп тұрғанда осындай задание. Так.
Не болып кетті анау? Короче, мына достар, біріншісін бітірдік. Екіншісіне кеттік. Екіншісі мына жақта. Мұнда келеміз. Мұнда. Және ар жағына. Және соңғысы мына достар. Так, достар, көріп тұрғаныңыздар, мен аздаған 5 минут ішінде 40 мың рубль жасап алдым. Өте керемет. Және достар, мен білуімше, бұл заданияны біз деген сағат сайын жасай аламыз, достар, короче. Так, достар, өздеріңіз көргеніңізде мына достар, осылай 5 минут ішінде біз 40 мың рубль жасап алдық. Бұны жарты сағат жасаған сайын 1 сағат ішінде сонда сіздер 80 мың рубль табасыздар, достар. Өте керемет емес пе 1 сағат ішінде? Просто 5 минуттан құртаса жарты сағат сайын 80 мың рубль табасыздар, достар. Өте керемет. Және бұл жақта зарплата жүріп тұратын сияқты, сағат сайын зарплата беретін сияқты. Менің білуімше, достар, мен бұрын ойнаған самп нелерді солай болатын, достар, короче. Так, достар, видео осындай болды. Видеодан соң лайк басып, арналға жазыламыз, коммент қалдырып кетеміз. Сіздер видео ұнады деген ойдамын, және қалай VCHA көру екенін көріп алдыңыздар. Осылайша ақша тауып дамысаңыздар болады, достар. Астарыңызға жаңа машина алып, үй алып дегендей, достар. Ал сіздермен бірге бұл Алдар каналға жазылып лайк басып кетейік.